Сәлем достар, наурыз айында бізде екі затмение бар. Оның біріншісі 14 наурызда болады. Бұл айдың тұтылуы ерекше астрологиялық құбылыс. Ол бикеш белгісінде орын алады және 9 жылда алғаш рет осындай энергетикалық өзгерістерді әкеледі. Тоқтылар үшін, яғни овен белгісі үшін бұл қандай әсері бар? Сіздерде бұл жұмыс орныңыздағы өзгерістер болуы мүмкін, жаңа әріптестер, немесе жұмыс орнында жаңалықтар, немесе мүмкін жаңа жұмыс орнына тұратын шығарсыз, немесе жаңа табыс көзі болатын шығар. Және денсаулыққа қатысты қазір сіз дұрыс тамақтана бастайсыз, немесе спортқа жазылуыңыз мүмкін, немесе жазылмасаңыз да үй ішінде таңертең ұйқыдан тұрғанда йога жасайтын шығарсыз. Сондай-ақ үйіңізді қайта ұйымдастыру, үйдің ішінде жаңа рутина жасау, үй іші отбасы іші адамдармен үйдің ішінде жасайтын нәрселерді бөлісіп, жауапкершілікті бөлісуіңіз мүмкін. Немесе үйдің ішін клининг шақырып, генеральный уборка демекші, қайта тазалау және жөндеу жұмыстары болуы мүмкін. Бұл затмение осыдан 19 жыл бұрын 2006 жылғы және 2015-2016 жылдардағы затмениемен байланысы бар. Яғни қазір есіңізге түсіре алсаңыз, сол кезде болған оқиғалардың қазір жалғасы болуы мүмкін, немесе қазір болатын оқиға соған ұқсас болуы мүмкін. Егер де сіздерге астрология қызық болса, арнаға жазылып кетіңіз.